Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Математика пәні 144-ші сабақ. Есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды тиімді тәсілін анықтап үйренесің. Көбейтудің қасиеттері. А көбейтілген Б тең Б көбейтілген Аға. Көбейтудің ауысырымдылық қасиеті. Жақша ішінде А қосылған Б көбейтілген С тең А көбейтілген С қосылған Б көбейтілген С. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақша ішінде А көбейтілген Б көбейтілген С тең А көбейтілген жақша ішінде Б көбейтілген С. Көбейтудің терімділік қасиеті. Есімізде сақтап жүрейік балалар. Оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әртүрлі тәсілмен есепте саған амалдардың қандай қасиеттері көмектесті? Тік төртбұрыштың ауданын тап. А тең 8 сантиметрге, Б тең 3 сантиметрге. Ауданын табу үшін балалар біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. А мен Б-ны көбейтеміз. Ендеше 8 көбейтілген 3. 8 бен 3-тің көбейтіндісі қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 24-ке тең болады. Ендеше ауданы S тең 24 квадрат сантиметр. Жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Есепті дұрыс шығардық. А бөлігін шығарып көрейік. Үлкен тік төртбұрыштың ауданын тап. А тең 5 сантиметрге, Б тең 3 сантиметрге, С тең 2 сантиметрге. С 1 тең қанша сантиметрге? Ең бірінші біз бірінші тік төртбұрыштың ауданын тауып алуымыз керек. Ендеше А мен С-ны көбейтеміз. А тең 5 сантиметрге, С тең 2 сантиметрге. 5 пен 2-нің көбейтіндісі нешеге тең, кәне балалар? 5 пен 2-нің көбейтіндісі тең 10 сантиметрге. Ендеше біріншінің ауданын біз таптық. 10 квадрат сантиметр. Екіншінің ауданын табу үшін біз Б-ны С-ға көбейтуіміз керек. Ендеше 3 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтеміз. 3-ке 2-ні көбейтсек қанша сантиметр болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 6 квадрат сантиметрге тең болады. Жалпы ауданын табу үшін 10 квадрат сантиметрді қосамыз 6 квадрат сантиметрге. Яғни 10-ға қосамыз 6-ны. Болады, қаншаға тең болады мәні балалар? Дұрыс айтасыңдар. 16 квадрат сантиметрге тең екен. Жауаптарын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Есепті біз дұрыс шығардық. Ары қарай келесі есепті енді өзіміз орнымызда отырып шығарып көрейік. Тиімді есептеу. Есіңде сақта. Тиімді тәсілмен шығарған кезде сандар оларға математикалық амалдар қолдану ыңғайлы болатындай етіп таңдап алынады. Немесе есепті шығару барынша аз амалмен орындалады. Оқулығымыздағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар, олардың қайсысы тиімдірек? Ендеше балалар қазір орнымызда отырып, есепті шартын құрып, екі тәсілмен шығарып көрейік. Бірге отырып тексереміз. Балалар, екінші тапсырманы шығарып болсақ тексерейік. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар, олардың қайсысы тиімдірек? Оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінді. Әрбір топта 10 баладан бар. Үйірмеде барлығы неше топ бар? Қатысатыны 30 қыз, 40 ұл. Әр топқа 10 баладан барлық топ белгісіз. Бірінші тәсіл балалар 30-ды 40-қа қосып алып 10-ға бөлеміз. 7 топ. Екінші тәсіл, яғни жақша ішінде 40-ды 10-ға бөлеміз. 4, 30-ды 10-ға бөлеміз. 3, 4 пен 3-ті қосамыз. 7 топ. Үйірмеде барлығы 7 топ қатысты. Енді балалар, есеп сендерге түсінікті болса, ары қарай есептің бөлігін өзіміз орнымызда отырып шығарайық. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеуге амалдардың қандай қасиеттері көмектеседі? Дұрыс айтасыңдар. Амалдардың керу қасиеті
көмектеседі. Балалар, көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ережені әрқашан есімізге сақтап жүрейік. 25 көбейтілген 76 көбейтілген 4. Бірінші қай амалды орындаған бізге тиімді? Дұрыс айтасыңдар. 25-ті 4-ке көбейтіп алсақ, қаншаға тең болады? 100-ге тең болады. Ал 100-ді 76-ға көбейтсек, 76.000 болады. Бізге есептеу оңайға соқты ма, балалар? Иә. Енді ары қарай 50 көбейтілген 43 көбейтілген 20. Бірінші қай амалды орындап алсақ болады? Дұрыс айтасыңдар. 50-ге 20-ны көбейтіп аламыз. Қанша болады? 1000. 1000-ды 43-ке көбейтетін болсақ, 43.000 болады. Ары қарай 8 көбейтілген 30 көбейтілген 125. Бұл жерде балалар 8-ді 125-ке көбейтіп алсақ, қанша болады? 1000 болады. Енді 1000-ды 30-ға көбейтсек, қанша болады? 30.000. Жарайсыңдар, балалар. Ары қарай 200 көбейтілген 32 көбейтілген 5. Бұл жерде бірінші 200-ді 5-ке көбейтіп аламыз. Қаншаға тең болады? 1000. 1000-ды 32-ке көбейтсек, 32.000 болады. Бізге көбейтудің амалдардың теру қасиеті көмектесті ма, балалар? Жарайсыңдар. Сендерге есептеу тиімді болды ма? Жарайсыңдар. Ендеше ары қарай 2-ші және 3-ші бағанды өзіміз орнымызда отырып шығарайық. Балалар, 4-ші тапсырма. Есепті шығар, есепті шығарудың тағы басқа тәсілдері бар ма? Қазір орнымызда отырып есептің шартын және шығару жолын 1-ші және 2-ші тәсілмен шығарып көрейік. Оқушылар, 4-ші тапсырманы шығарып болсақ, тексеріп көрейік. Есепті шығар, есепті шығарудың тағы да басқа тәсілдері бар ма? Біздің сыныпта 25 оқушы бар, ал көрші сыныпта одан 9 оқушы артық. 2 сыныпта барлығы неше оқушы бар? Сыныпта қанша оқушы бар екен, балалар? 25 оқушы бар. Көрші сыныпта 9 оқушы артық. Белгісіз бізде барлық оқушы саны. Яғни 25-ті қосамыз 9-ға, қосамыз 25-ке 59 оқушы. Екінші тәсіл 25 қосылған 9-ды жақшаның ішіне қоямыз. Қосылған 25 тең 59 оқушы. 2 сыныпта барлығы 59 оқушы бар. Балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығарудың әр тәсіліне арналған өрнектерді қара. Арманның Толстойдың арифметика кітабындағы есептеуді әртүрлі тәсілмен қалай шығарғанына қара. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншіде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Бірінші тәсіл. 23 қосылған 7 30 қой, 2 қожайында осынша қой бар. 23 қосылған 30 53 қой. Екінші қожайында барлығы осынша қой бар. Екінші тәсілі. 23 қосылған 23 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой болса, екіншіде қожайында болатын болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. 46 қосылған 7 53. Шын мәнінде 2 қожайында осынша қой болған. Енді балалар, қазір орнымызда отырып 5-ші тапсырманың әсін өзіміз орнымызда отырып орындап көрейік. 5-ші тапсырмада берілген жолмен шығарылған есеп құрастыр. А тапсырмасында қандай тәсілдер қолданылып шығарылып тұр, дәл сондай қылып есеп құрастырып көреміз және 2 тәсілмен шығарып жауабын жазамыз. Оқулығымыздағы 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Есептер бойынша өрнектер құрып, оларды шығар. Фирмада сүт зауытына 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Егер Әлия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап. Кәне балалар, өзіміз орнымызда отырып табайық және бірге отырып тексереміз. Үй тапсырмасы 10-шы тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығарып келеміз. Бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар. Жарайсыңдар, балалар.